Isıp ketdi o. Yandan шығарып тастады. Не жарар онда? Неге екен? Так, неше болды сағат? Сәлем, сәлем. Сәлеметсіз бе? Қойымнан шығарып тастап тұр. Неге екен? Так, сағат неше? Жеті болды ма? Кеш жарық. Екінші телефонға кіре алмадым, е? Қош. Прямой эфир жүріп жатыр, кіре алмайсың. Әлі бітпеген болып тұр ма екен? Саламатсыздар ма? Ал жеті болса. Кеш жарық, қадірлі достар. Қадірменді Алақай Қуыршақ театрының оқырмандары және де әрине біздің кішкентай көрермендеріміз. Мінекей әдеттегідей Алақай Қуыршақ театрының әртістері күн сайын кешкі сағат 7:00-де сіздердің алдарыңызға шығып, кешкі ертегілерін оқиды. Бүгін маған кезек келген екен. Мен осы Алақай Қуыршақ театрының әртісі Гүлнар Баймағамбетова сіздерге ертегі, сонан кейін балаларға арналған шағын әңгімелер дайындап алып келдім. Рұқсат болса, мен бастайын. Менің ертегім Аққу қаздар деп аталады. Бұл әрине орыс ертегісі. Ал ендеше кеттік, мұқият тыңдаймыз. Ертеде бір ер адам мен әйел болыпты. Олардың Маша деген қызы, Иван атты ұлы бар екен. Маша үлкені, ал Иван кенже баласы. Бірде балалардың әке-шешесі қалаға жиналады. Кетерінде олар Машаға: «Ал қызым, ақылды бол. Үй мен Ванюша өзіңе аманат. Бауырыңды көзіңнен таса қалдырма. Саған сеніп барамыз, жарай ма қызым? Біз сендерге қаладан базарлық алып келеміз» деп ескертеді де жолға шығады. Әке-шешесі кетісімен Маша інісін терезе алдындағы көгалға отырғызып, өзі достарымен ойынға араласып кетеді. Біраз уақыт өтеді. Кішкентай Ванюша
мүлдем ұмыт қалады. Осы кезде бір топ жабайы қаздар келіп, терезе алдында отырған баланы қанаттарына отырғызып ұшып кетеді. Ойнай шаршаған қыздар үйлеріне тарқай бастайды. Маша үйіне келсе, Ванюшка жоқ. Ол әрі-бері жүгіріп іздей бастайды, бірақ еш жерден Ваняны таба алмайды. Айқайлай, даусы да қарлығып қалады. Әке-шешесінің айтқандары есіне түсіп, одан сайын өкініп жылайды. Інісін не де болса табу керек. Жүгіріп ауыл шетіндегі жазық далаға шығады. Сөйтіп алыста ұшып бара жатырған бір топ қазды көріп, Ваняны сол қаздар алып кеткен бірден біледі. Жабайы қаздар лезде қалың орманға кіріп, көзден ғайып болады. Қыз қаздардың ізіне түседі. Жүгіріп келе жатып, ол бір пешке тап болады. Пештің қасына келіп, «Пеш-ау, пеш, айтшы, жабайы қаздар қай жаққа ұшып кетті?» деп сұрайды. «Алдымен сен маған отын сал, сонан соң айтамын», дейді пеш. Маша тездетіп отын жарады. Жарған отынды пешке салады. Пеш оған жол көрсетеді. Қыз пеш көрсеткен бағытқа қарай жүгіре жөнеледі. Біраздан соң ол өсіп тұрған жалғыз түп алмағашын кездестіреді. Алмағаштың бұтақтары қып-қызыл, алмаларын көтере алмай жерге қарай иіліп тұр екен. Маша алмағашына: «Алмағаш-ау, алмағашы, жабайы қаздар қай жаққа, қалай қарай ұшып кетті? Айтшы», деп өтініп сұрайды. «Бұталарым иіліп сынуға айналды. Егер алмаларымды теріп алсаң, айтамын», дейді алмағашы күрсініп. Маша тездетіп пісіп тұрған алмаларды тере бастайды. Ағаштың иіліп тұрған бұтақтары жоғары көтеріледі. Жеңілдеген алмағашы Машаға жол көрсетеді. Маша ары қарай жүреді. Оның алдынан енді өзен шығады. Онда су емес, сүт ағып жатыр екен. Қыз өзенге жақын келіп: «Сүтті өзен-ау, сүтті өзен! Жабайы қаздар қалай қарай ұшты? Айтшы тездетіп!» деп жалынады. Бағана бір үлкен тас домалап кетіп, құлап жолымды бөгеді. Егер сүттің ары қарай ағуына кедергі келтірсін демесең, сол тасты жағаға шығарсаң, мен саған жол сілтер едім, деп өзен мұңын шағады. Маша қолына үлкен таяқ алып, тасты итеріп жағаға шығарады. Сыңғырлап аққан сүтті өзен оған жабайы қаздарды қайдан табатынын айтады. Сөйтіп Маша жүгірген қалпы қалың орманға жетеді. Ары қарай қайда жүрерін білмей тұрғанда, бөрене түбінде отырған кірпіні көреді. Кірпінің қасына жақындап барып: «Кірпітай, айтшы, жабайы қаздарды қайдан табуға болады? Өтінемін, айтшы», деп сұрайды. Кірпі оған: «Менің соңымнан ер», дейді де өзі жиырылып дөңгеленіп кете барады. Маша кірпінің соңынан ереді. Олар шыршалардан асып, одан әрі аққайыңдардың ортасынан өтіп, бір алаңқайға жетеді. Алаңқайда тауық аяқты үйшік тұрады. Оның ішінде жалмауыз кемпір тоқыма тоқып отырады. Ал Ванюша есік алдында алтын алмамен ойнап отыр екен.
Маша үйшікке ақырын жақындап, Ванюшаны көтеріп алады да қаша жөнеледі. Біраздан кейін баланың жоғын байқаған жалмауыз кемпір жабайы қаздарын шақырып, тез ұстаңдар, қуып жетіңдер, баланы алдым алып келіңдер, тез, деп бұйырады. Жабайы қаздар қаңқ деп Машаның соңынан қуа жөнеледі. Ванюшаны көтерген Маша қашып келеді. Сөйтіп, жол жөнекей кездескен сүтті өзенге де жетеді. Осы кезде қаздар да жақындап қалған еді. Қыз қайда тығыларын білмей сасқалақтап өзенге, өзен, біздерді жасыршы, өзен! Сүтті өзен арнасынан жоғары көтеріліп, балалар астына тығылады. Жабайы қаздар бұларды көрмей, ары қарай ұшып кетеді. Олар кетісімен балалар жағаға шығып, өзенге рахметін айтып, ары қарай жүріп кетеді. Жабайы қаздар кері қайтып келе жатып, Маша мен Ваняны байқап қалады. Бұл кезде балалар алма ағашына да жеткен еді. Қыз ағашқа, алма ағашы, бізді жасыршы деп көмек сұрайды. Ағаш Маша мен Ванюшаны қалың бұталарының астына жасырады. Жабайы қаздар алма ағашын айналып, бұларды таба алмай ұшып кетеді. Маша алма ағашына алғысын айтып, жолын ары қарай жалғастырады. Сөйтіп, үйлеріне де жақындап қалады. Кенет Маша артына қараса, жабайы қаздар соңдарына түскен екен. Олар жақындап келіп, Ванюшаны қанаттарымен қағып, іліп алып кетпекші болады. Бірақ Маша інісін бауырына қатты қысып жібермейді. Сөйтіп қаздар ештеңе де істей алмайды. Қаздардан әрең құтылған Маша пешке де жетеді. Пеш, бізді құтқаршы, деп өтінеді. Пеш балаларды ішіне отырғызып, бетін жапқышпен жауып қояды. Ал жабайы қаздар болса, пешті ұзақ айналып, ұшып жүреді. Жапқышты қанаттарымен сабалап аша алмай, әбден шаршайды. Сөйтіп, амалдары таусылған соң, жалмауыз кемпірге қайтады. Балалар рахметін айтып, үйіне келеді. Артынша қаладан әкесі мен шешесі де оралады. Сөйтіп, олар қызы Маша мен ұлы Ванюшаға көп сыйлықтар әкеліп береді. Мінекей, достар, менің бірінші ертегім Аққу қаздар деп аталады. Осындай бір әдемі ертек сіздерге ұнап жатыр деп ойлаймын. Қазір бір қарап қояйын, кімдер бар екен. Сәлем бәріңізге. Керемет дейді, рахмет көп. Ал, олай болса, мен енді бірінші ертегімді оқып бердім ғой, онан кейін мен балаларға арнап әдейі екі шағын ғана әңгіме дайындап қойдым. Біздің өзіміздің жергілікті ақын жазушымыз Мұхтар Құрманалин ағамыз көптеген өлеңдердің авторы, және де
шығармалары да аз емес. Соның ішінде Мұхтар ағамыз балаларға арнап көптеген әңгімелер жазған екен. Мен сол кісінің кітабын қарап отырып, өзіме ұнады. Сонан кейін балаларға да сабақ болады-ау. Сонан кейін ақылдарына ақыл қосады-ау деген оймен бір екі әңгіме. Қазір мен екіншісін бастайын. Бұл бірінші қонақ кәде деп аталады. Енді бұл қонақ кәде өзіміз білеміз. Жаңағы біздің салт дәстүріміздің бірі қонақ кәде. Енді ол жаңағы жолаушылатып үйге қонақ келсе, сол келген қонақтардан өзінің өнерін ортаға салуын сұрайтын бір салтымыздың бірі. Ендеше қонақ кәде. Асқар атасына ілесіп, жеңіл машинамен алыстағы ауылға барған. Сол күні шаруасын бітіріп, кештете қалаға қайтты. Күзгі ызғар біліне бастаған, күн салқын. Айсыз түнде жол шеті жеткізер емес. Жүріп келет. Бір ауылдың тұсынан өте бергенде, атасы машинаны жолдың жиегіне бұрып, тоқтай қалды. «Ай, ұмытшағым-ай осы!» деді бұл опынып. «Мана асығып жүріп, машинаға май құюды есімнен шығып кетіпті. Бензин бітуге де жақын. Енді қайттік». Мұндайда жас үлкен кісіге не деуге болады? Асқар ақыл қоса алмады. «Қой, қараңғы түнде далада қалармыз. Мына ауылға түнеп шығайық. Таңертең бір жөні болар», деп атасы машинаны ауылға қарай бұрды. Олар шеткі үйдің жанына кеп тоқтады. Арсылдаған ит жоқ, аула іші тып-тыныш. Атасы қаладағыдай есік қақпастан үйге кіріп барды. Төрде отырған ақсақалмен «Ассалаумағалейкум» деп қол алысып амандасты. Асқар да сәлем берді. «Құдайы қонақпыз. Ұлықсат болса қонамыз», деді атасы тізе бүкпестен. «Құдайы қонақ болсаңдар, төрге шығыңдар. Ұлықсат Алладан. Тек қонаққа де берсеңдер болды», деді үй иесі. Ақсақал сыртқа шығып кеткен сәтте, Асқар атасының құлағына сыбырлап: «Ата, манағы қонаққа де бересіңдер деген жоқ па мына ата? Қонағымыз үшін, біз осы үйге қонғанымыз үшін ақша төлейміз бе?» деп сұрады. Сол кезде атасы: «Әй, балақпаным-ау, саспа. Ештеңе де төлемейсің. Қонақ кәде дегеннің не екенін қазір білесің», деп күліп алды. Сөйткенше дастархан қайта жайылып, алға табақ тартылды. «Қонақтарым қысылмай тамақ алыңдар. Осыдан енді таң атқанша ештеңе жоқ», деп әзілдеп қойды үй иесі. Тамақтан кейін ақсақал ас қайырып бата берді. Содан соң тоқ басып біраз отырды да, қабырғада ілулі тұрған домбыраны алып күй тартты. Бұл көңіл ашар деген күй. Ендігі кезек сендердікі, қонақ кәде бересіңдер, деп домбыраны атама ұсынды. Атасы тартынған жоқ. Домбыраны ақырын шертіп отырды да: «Асып бара жатқан өнерім жоқ. Дегенмен сіздің ықыласыңыз үшін әудеп көрейін. Жас ұлғайған сайын дауыста қожырайды екен», деді де алдын ала кешірім сұрады өтінгендей. Содан ол тамағын кенеп алды да, өзі ұнататын наз қоңыр әнін баяу қалқытты.
Бәрекелді, рахмет қарақтарым, деп үй иесі риза болды. Жалғыз әнмен алдартқаным жарамас деп, атасы тағы бір әнді шамасы жеткенше шырқады. Қонақ қаденің кезегі Асқарға да келді. Атасы ән салғанда, немересі қарап отырмайтын шығар, деді үй иесі кішкентай қонағына қарап. Асқаржан әлі домбыра үйрене қойған жоқ, деді атасы немересінің жүгін жеңілдетіп. Қонақ кәдеге бір тақпақ айтып берсін ендеше. Асқар сахнаға шыққандай орнынан тұрды да, өзі білетін әжемнің шайы деген өлеңді жатқа оқыды. Ақсақал болса мәз мейрам, жаным-ау, қонақтарым шетінен өнеріп аз екен, ой айналайын, өркенің өссін, деп алғысын жаудырды. Ертеңіне олар машинаға май құйғызып, қалаға тартты. Ауылдан ұзап шыққан соң атасы, Асқаржан, қонақ кәденің не екенін енді білген боларсың, деді жанында отырған немересіне. Әрине ата, деп Асқар үнсіз ғана жымиды. Мінекей балалар, қонақ кәде дегеннің не екенін сіздер әдейі біліп жүрсін деп біздің ата салтымыздан келе жатқан салттарымыздың бірі. Міне, өзіміздің жергілікті ағамыз Мұхтар Құрманалин осындай балаларға арнап шағын әңгіме жазған екен. Енді мен сіздерге тағы да ағамыздың бір әңгімесін оқып берейін. Табылған ақыл деп аталады. Бауыржан ойда жоқта 3 теңге тауып алды. Біреуден түсіп қалған болу керек, жолда жатыр. Төңірекке қарап еді, көз жетер жерде ешкім көрінбеді. Енді қайтпек? Біреудің еңбекпен тапқан ақшасы ғой, оны иемдену адалдыққа жатпайды. Иесіне берер еді, оны қайдан табады? Бұл 3 теңгені кім жоғалтқанын қайдан біледі? Ал егер милицияға апарып тапсырса ше? Бірақ 3 теңге жоғалттым деп милицияға кім барады? Бұл да бір қисынға келмейді. Бауыржан қатты ойға қалды. Бәлкім анасына берер, Ей, тауып алдым деген сөзіне сенсе жақсы ғой. Басқаша ойлауы мүмкін ғой. Ай, анашым-ай, деп ыржиып қойды. Әлде ағасына берсе мекені? Қайтсе екен, деп Бауыржан біраз ойланып тұрды. Бірақ ол кеше әкемнен қармақ сатып алуға ақша сұрап жүрді ғой. Әкем оған, алдымен суға жүзіп үйрен, қармақты содан кейін сатып аларсың деген жоқ па? Сондықтан бұл ақшаны оғанда беруге болмайды. Таптым. Бұл ақшаны мен кішкентай қарындасыма сыйлаймын. Тіпті қуанып қалатын болды ғой, Жоқ. Бауыржан бұл ойынан тағы да тез айныды. Өйткені қарындасы балмұздақ сатып алуға құмар емес пе? Ол балмұздақты сатып алып, балмұздақты жеп, тамағы ауырып қалса қайтеді? Қабат деген енді қайтпек? Кенет Бауыржан жақын жолдасы Сақтағанмен ақылдасқысы келді. Бұған да батылы бармады. Ол ақшаның жартысын маған бер, десе қайтеді? Тіпті 3 теңге тауып алдық деп жұрттың бәріне жайса қалай болады? Ұят емес пе? Не істеймін? Бауыржан
әр ойланды, бер ойланды. Қолындағы 3 теңгеден құтылудың амалын таппай, әбден қиналды. Ақша тауып алудан ақыл табу қиын екен, Осындай ой құшағында келе жатып, ол кітапхана үйіне таяп қалғанында байқамай қалды. Кеше ғана келіп, осы кітапханадан кітап алды емес пе? Бауыржан тоқтай қалды. Мұны ақшаға дүкеннен бір қызық кітап сатып алып, кітапханаға тарту өтсем қайтеді? Бауыржанның қуанғаны сондай, секіріп айқайлап жіберді. Ол кітапты басқалармен бірге 3 теңгесін жоғалтқан адамды алып оқуы мүмкін ғой. Мінеке табылған ақыл, алақай! Деп Бауыржан иығынан ауыр жүк түскендей, жеңілдеп, әндетіп, кітап дүкеніне қарай жүгіре жөнелді. Мінеке балалар, Бауыржанның ақылдылығы сондай, тауып алған 3 теңгесін пайдалы іске жұмсады. Сондықтан да әр қашанда ақылды, алғыр болған дұрыс деп ойлаймын. Мінеке балалар, менің бүгін сіздерге арнаған ертегіммен осы 2 кішкентай әңгімем сіздерге үлкен сабақ болады деп ойлаймын. Ұнады деп ойлаймын. Ал, олай болса, сұрақтарыңыз болса, жауап беруге тырысайын. Әңгімелесуге болады.